Достар, посадкада ең қиын нәрсені айтайын ба, достар? Қазір көрсем оны. Ең қиын нәрсе посадкада. Короче, мен развал схождения келдім ғой. Оны, короче, менікіндей машинеге, заниженный машинеге көрінген жерде развал қоймайды, потому что бұл біріншіден стендке шыға алмайды, екіншісі көбісі қойғысы келмейді, неге екенін білмеймін. Бампер уайымдамаңыздар, покраскада тым болған жоқ, просто перекрас. Одан кейін бізде Карлада, ешқандай реклама емес. Осы посадкаға, осы Карлада ғана қойылады. Өздері шығарып, конкретно развалды өздері қойып береді посадкаға. Сосын ең қорқынышты жаман нәрсе, осыдан шықтың, ар жақта жол бар, мына жақта жол бар. Ол жақтың жолдары да бытшыт, ұзақ бірақ. Мына жақтың жолдар вообще. Ең жаман нәрсе осы жерде. Қараңыздар, достар, міне сервисқа келдім, жолды қараңыздар. Бытшыт. Посадкамен мен мына жерден өту үшін примерно 2 минут уақытым кетеді. Потому что жол вообще страшный. Сонымен, достар, қазір бастаймыз өтуді. Жол деген страшный мына жақта ше. Посадкамен басқа жол жоқ вообще. Мен тек қана развал үшін ғана келдім. До развал негізі ходовканы тексерту керек. Ходовканы для себя тексерте салдым. Ходовка идеальный. Мынау страшный. Көрдіңіздер ме? Астын, короче, бір тигізіп алмау керек қой маған задание. Мен посадкамен жүргеніме 1 жыл болды, енді енді опыт баршылық деп мақтанып қойын ба. Қараңыздар, енді мынаны сөндіре тұрам, шығып алайын қазір ең жаман жерлер. Мінекей, достар, ешқандай да астын бір ретті тигізбей өткіздім. Қанша дегенмен по-любому енді көп неғұрлым жүрген сайын посадкамен сіздер в общем опытшынай бересіздер. Бірақ мен айтарым, посадкамен әдемі, бірақ жүру қиындау. Жолдарды көріп тұрсыздар, бытшыт. Мына жақта да бытшыт жолдар көріп тұрсаңыздар. Мына жақтың жолдары да бытшыт. Шұңқырларды көрдіңіздер ме? Осыған бір рет түсіп кетсеңіз болды. Астын қана қыласыздар, страшный болады.